Сондай-ақ қалалықтар белгілі абайтанушы ғалым Қайым Мұхамеджановтың ескерткіші жанында нәубет жылдары көз жұмандарды еске алып рухына тағзым етті. Қайым Мұхамедханұлы НКВД түрмесінде талай қатыгездік пен қорлықты бастан өткерсе де, өзінің ұстазы Мұхтар Әуезовтің Абай мектебі жайлы идеясы мен ғылыми зерттеу жұмысынан бас тартқан жоқ. Қазақстан тарихында 1930 бен 1954 жылдар аралығы ақтаңдақ беттер деген атпен қалды. Зұлмат жылдардағы ашаршылық, қуғын-сүргін жаңғырығы мәңгі ел жадында. 4 миллионға жуық қандасымыз ашаршылық жаппай қудалау, қуғын-сүргінге ұшырады. 100 мыңнан астам адам халық жауы деп жазаланып, 25 мың адам жазықсыз құрбан болды. Айта кету керек, саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні елімізде 1997 жылдан бері аталып өтіледі. Шараның тағылымы үлкен, келешек ұрпақ үшін, себебі Қайым Мұхамедханұлы болса Семейдің үлкен тірегі болған, Семейдегі осы гуманитарлық ғылымның қалыптасуына кешегі алаш қайраткерлері салған үлкен ізді алға жалғастыруға еңбек еткен ірі тұлғаларымыздың бірі. Осындай халыққа біздің ұлы тұлғаларымызды насихаттау арқылы кешегі тарихымызды, ертеңгі болашағымызды бағдарлай аламыз. Өткен ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін халқымыздың басынан қайғы қасірет түспеген кезең. 1929-1938 жылдар аралығында қазақ зиялыларын қисыннан құлатқан саяси қуғын-сүргіндерді еске алу мақсатында шақырымыздағы достық үйінде дәстүрлі түрде өткеннен сабақ алу диалог алаңы өтті. Шараға қаламыздың студенттері қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Шараның мақсаты азаттық жолында және ашаршылық қасіретінен құрбан болған бабаларымызды еске алу, рухына тағзым ету. Өнегелі іс арқылы өскелең ұрпақтың санасына, бойына отансүйгіштік, ұлтжандылық қасиеттерді сіңіру. Жастардың назарын ел тарихының қасіретті күндеріне аударып, өткеннен сабақ алу. Дөңгелек үстелге зиялы қауым өкілдері, қоғам белсенділері, сонымен қатар шараға әдебиетші ғалым Қайым Мұхамедхановтың ұлы Дегдар Мұхамедханов қатысты. Ол халық үшін тер төккен әкесінің еңбектеріне, ақталу туралы анықтамалар мен куәліктеріне, жасаған игі істеріне тоқталып, шараның маңыздылығы мен кейінгі ұрпаққа берер тағылымы мол екенін айтып өтіп, ассамблея ұжымына алғысын білдірді. Я благодарю в данном случае Мен бұл жағдайда Семей қаласының Қазақстан халқы кіші ассамблеясына, оқушыларға, зиялы қауым өкілдеріне, өзімнің университетімнің атынан және ең алдымен өз отбасымның атынан алғыс айтқым келеді. Міне, осы уақытқа дейін саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтағандарыңыз үшін. Себебі қазіргі заман адамдары үшін емес, келешек ұрпаққа осы жайттарды жеткізу парыз деп санаймын. Жад ол халықтың ар-ожданы, ал ар-ождансыз халық тарих ағымында жойылып кетеді. Сондай-ақ оқушылар назарына саяси қуғын-сүргіндерге арналған кітаптар бұрышы ұсынылды. Бұл бұрышта сол кезеңде тоталитарлық жүйенің жазықсыз құрбаны болған қайғылы оқиғалар мен деректер көрсетілген. Аслан Ертісбаев, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Оқу ағарту ісіне зор үлес қосқан, сауатсыздықты жоюда ұстаздық қызметін адал атқарған Тұрлыхан Қасенұлының еңбегі ерекше. Ол өзінің қысқа ғұмырында ғибраты мол әңгімелер мен поэмалар жазып, кейінгі ұрпаққа өлшеусіз мұра қалдырды. Бүгінде Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж студенттері ақынның өміріне қатысты тың деректерді іздеп, оны жарыққа шығаруда зерттеу жұмыстарымен айналысып келеді. 119 жылдық тарихы бар Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде Мұхтар Омарханұлы, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Әзілхан Нұршайықов сияқты танымал тұлғалар білім алған. Солардың бірі ақын, ұстаз, репрессия құрбаны Тұрлыхан Қасенұлы. Ол 1902 жылы дүниеге келген. Семейде мұғалімдер даярлайтын курста Қазақ педтехникумында білім алған. Қазақстан жазушылар одағының Семей облыстық бөлімшесін басқарған. Поэзия, проза және әдеби сын саласында елеулі еңбек еткен. Оның қаламгерлік қырынан бөлек сазгерлік таланты да көпті таңдандырған. Белгілі композитор Александр Затаевич Тұрлыхан Қасенұлы орындап жүрген 13 әнді нотаға түсірген. Тұрлыхан Қасенұлы ұлы ұстаз, ақын, публицист. Биыл Тұрлыхан Қасенұлының туғанына 120 жыл. Тұрлыхан Қасенұлы Қайым Мұхамедханұлының қолына қалам алып, әдебиет жолына игі әсер еткен, көп тағылым алған алғашқы ұстазы еді. Тұрлыхан Қасенұлы жазықсыз жала жабылып, репрессия қырғына ілікпегенде, төл әдебиетіміздің қаламгерлерінің қатарында болар еді. Жан-жақты талант иесінің мол мұрасын зерттеп, оны насихаттау жас ұрпақ алдындағы міндет. Бұл ретте білім ордасында 2013 жылдан бері Тұрлыхан Қасенұлы атындағы кабинет жұмыс жасайды.
Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығында саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау күні деген атаумен арнайы көрме ашылды. Бүгінгі күні жазықсыз жапа шегіп, қазақты егеменді ел етеміз деп, еркіндікке ұмтылған елдерді ақтауға арналған шаралар мемлекеттік деңгейде қолға алынған. Бұл ретте қалалық архив мамандары мұрағатта сақталған деректердің маңызды екендігін айтады. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығында арнайы көрме ашылды. Экспозиция саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау күні деп аталды. Көрме 1928 жылдары ашаршылық құрбандары болған және күштеп ұжымдастырусында барлық қазақ басына түскен нәубет жылдарындағы құжаттардың негізінде ұйымдастырылды. Сондай-ақ алаш қайраткерлерінің құжаттары да назарға ұсынылды. Алашорда үкіметі жұмысын бастап белең алған кезінде Әлихан Бөкейханов алаш көшбасшысы ол кісінің өзінің қолымен қойған түпнұсқа құжаттың көшірмелері және де Жүсіпбек Аймауытовтың, Шәкәрім Құдайбердіұлының, Қайым Мұхамедханұлының және тағы да басқа алаш азаматтарының құжаттарының жаңа көшірмелері бар, көрмеге қойылды. Қазіргі уақытта мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы комиссия жұмыс жүргізуде. Мұрағаттағы құжаттарды зерттеу нәтижесінде қуғын-сүргін құрбандарына қатысты жаңа деректер анықталуда. Алаш орда үкіметінде жұмыс жасаған алаштың милиция жасағының құрамында болған бір 300-ге тарта азаматтардың тізімдері бар. Осы тізімдерді арнайы базадан тексере келген кезде біраз азаматтар әлі де жаңағы ақталмаған екен. Осындай жаңағы алаштың құрамында қызмет жасаған қайраткерлердің құжаттарын реттеп жинақтай келе мемлекеттік комиссияға ұсынып әріде ақтауға жағдай туғызу үшін біраз құжаттар жіберілді мемлекеттік комиссияға.